Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге донердің рецептісін ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Қажетті құрамдар: лаваш 2 дана, қызанақ 2 дана, қияр 2 дана, картоп 2 дана, тауық еті 200 грамм, майонез және де кетчуп дәміне қарай. Ең алдыменен тауық етімізді ұсақтап турап аламыз. Содан кейін үкіштен картопымызды өткіземіз. Осындай болып шығу керек. Осындай болып шығады. Енді картопымызды салқын суға саламыз. Жақсылап жуғаннан кейін сүлгіге салып қоямыз. Сүлгіде картопымыз кебуі керек. Аз мөлшерде май құямыз табамызға. Оның үстінен тауық етімізді саламыз. Жақсылап араластырып қызарғанша дайындаймыз. Енді дәміне қарай тұз және де қара бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді көп мөлшерде табамызға майды құямыз. Оның үстіне қызып тұрған майға картопымызды саламыз. Қызарғанша қуырып аламыз. 5-7 минуттай. Енді донерімізді жинаймыз. Лавашымызға майонез жағамыз бір ас қасықтай. Содан кейін кетчуп жағамыз. Қызанағымызды саламыз. Қияр саламыз. Тауық етін саламыз. Енді картошкамызды саламыз. Енді орай бастаймыз. Екі жағынан видеодағыдай көрсетілгендей жинап аламыз. Енді грильницаға екі жағынан 2 минуттай қыздырып аламыз. Донеріміз дайын болды. Екіге бөліп кесіп аламыз. Іші осындай болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз. Менің видеома лайк, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.